Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ашыған көже, яғни ашымақты жасайтын боламыз. Білсеңіздер, базарларда дәл осы ашымақты жасап сатады. Біз бүгін осыны үй жағдайында жасайтын боламыз. Жаз мезгілінде салқындатып ішсеңіздер керемет, шөлді қандырады, әрі адамды тоқ етіп жүреді. Ең алдымен бізге осындай арпа, яғни перловка дейміз ғой, осындай қажет болады. Болмаса кәдімгі жүгері немесе бидайдан жасасаңыздар да болады. Және де осындай үлкендеу ыдысымызға суды толтырып аламыз. Астын отқа қойып қайнатамыз. Міне суымыз қайнады. Енді жуып тазаланған перловкаларымызды саламыз. Перловканы бір күн бұрын суға жібітіп қойсаңыздар да болады, немесе бір дегеннен осылай суға қайнатсаңыздар да болады. Енді дәміне қарай тұзымызды салып, 2 сағаттай біздің перловкамыз піскенше қайнатамыз. Келесі 400 грамм суға 3-4 ас қасық кәдімгі ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса болып шығады, арасында ешқандай түйіршік болмау керек. Мінеки осындай масса болып шығады. Енді біздің перловкамыз 2,5 сағаттай қайнады. Мінеки пісіп шықты біздің перловкаларымыз. Енді жаңағы алдыңғы массамызды осы қайнап жатқан біздің суымызға құямыз. Мінеки осы құйғаннан кейін жақсылап қозғап араластырамыз. Енді қақпағын жауып бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Міне біздің көжеміз бір рет қайнады. Енді астын өшіреміз. Егерде тұзы кем болса, шамалы тұз қоссаңыздар болады. Біздегі ұн қосуымыздың себебі біздің көжеміз өте тойымды, әрі дәмді болып шығады. Егер ұн қоспасаңыздар, біздің көжеміз су сияқты сылдырлап тұрады. Енді ашып тұрған айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді осындай булка нандарды алып, турап біздің көжеміздің бетіне қойып қоямыз. Осылай 3-4 кусокты салып қойсаңыздар болады. Бізде именно осындай булка нан біздің көжеміздің ашуына көмектеседі. Бір түнге қойып қоясыздар, немесе 5-6 сағаттан кейін осылайынан нандарды алып тастап, қозғап іше берсеңіздер болады. Құрметті достар, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Міне біздің көжеміз дайын болды. Жақсылап араластырып, осындай кувшинге немесе баклажкаларға құйып, тоңазытқышқа мұздатып қойсаңыздар болады. Бұл көже 1 аптаға дейін тұра береді. Немесе ішіне кәдімгі мұзды салып, солайынан да суытып ішсеңіздер болады. Енді дәмі деген керемет болып шықты, өте тойымды, әрі шөлді қандырады. Құрметті достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді кәдімгі базардағы жасағаннан осылай үй жағдайында жасап ішкен әлде қайда жақсырақ. Құрметті достар, дәл осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мен көптеген рецепттерді көрдім, ол жерде қарапайым ұнды қосуды көрсетпейді. Егер ұн қоссаңыздар, сіздердің көжелеріңіз өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.